Ассаламу алейкум рахматуллах. Здравствуйте, добрый день, уважаемые пайщики. Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз аман есен бе? Так, Айгерім, мысалға менде деген телефонда не болса, бір документті экранда шығарып көрсете аламын ба? Или оны надо было сначала подготовить? Алдын ала дайындалу керек сияқты. Все, хорошо. Ничего страшного. Қалайсыздар, аман есен бе? Кішкене қолым босап кетіп, жұмыс орнында прямойға шығып, тағы не бар, қандай жаңалықтар бар білейін деп, неден қалай еді? Комментарийдан бүкіл жаңалықты білетін болып жүрміз. Өзім жайында соның ішінде. Себебі кеше бір түнде комментарий оқыдым да. Обычно деген комментарийға уақыт болмайтын еді. Онымен деген таңғы 5-ке дейін бір жерде жиналыста болдық, отырдық. Сосын 16 жаңағында кіріп қарағанымызда не болды? Бір комментарий бар да, қызық комментарий жаңағындай енді. Біреу жазған, в общем, не болды, қалай болып кетті, ұзақ күтіп отырық, сабырлықтың да шегі бар деп. Соны тіпте бар ғой, ақындай болып кеттік қой, ана жерде жауабын жазып бердім де біреуге. 20 жылдан бері пәтер жалдап жүріп, 2 жыл кооперативке келіп, сабырлықтың шетін көріп қалғанға, 20 жылдан бері пәтер жалдап жүрген азаматшыларға қайран қалам дедім де, бірақ 2 жылдың ішінде сабырлықтарын төмен көріп қалғанға таң қалам деп. Яғни не айтқым келді? Мен түсінемін. Бұл жерге әрбір адам қалтасында 50 мың теңгесі тесіп бара тұрған, миллион теңгесі тесіп бара тұрған үшін келген жоқ. Бір үмітпен, бір арманмен, бір соңғы кейбір адамдар соңғы сондай бір үміттермен келді. Оның бәрін түсінеміз. Оның бәрін көрем, білем. Өйткені неге? Сіздер білесіздер, мен өз жағдайым қандай болғанын. Білмейтін адамдарға айтып кетейін, жағдайдың шеті осындай болды. Мен өз үйімсіз қалып қойдым да, бір жобаға үйімді саттым, қарыздарымды бердім, қалған ақшаны жобаға салып жібердім. Ол жоба болмай қалды, банкрот болып, 1 жыл пәтер жалдадым. Ойлаңыз, өз қаламда 1 жыл пәтер жалдағаннан кейін мен айттым да, мынау болмайды екен дедім де. Мен былай енді не өмір бойы пәтер жалдап жүрем ба деп, болмайды екен деп, амалын табайық, жоба табайық, жолын іздейік деп әрекеттендім. Сол әрекеттің нәтижесінде 1 жылдан кейін осы жобаны аштым. 1 жылдан кейін осы жобаны ашқаннан кейін, әрине енді әр нәрсенің еңбектенсең жемісін Алла тағала береді. Аллаға шүкір. Ол үйдің құны под ключ, жаңағындай жерлі үй. Под ключ дегенде түсіну керек. Ауласы, гаражы,
прямой эфирді сақтап қоярмын. Сол жерде қатып қалған білем, иә. Енді бұл жердің ең қызығы, білесіздер, кооперативте не бар? Резерв, яғни бір қиын жағдайда кооперативте бірден сататын, немесе өндіріп алатын мүлік, немесе құнды қағаздар болу керек. Мен просто айтай берейін, сосын эфирді сохранить етіп қойғаннан кейін толық қарарсыңдар деген үміттемін. Сөйтіп біздер кооперативтің общий обороты 10 миллиард теңге болды бүгінгі күнге. Ал кооперативте 10% кооперативке мүлік алынды. Түсініңіздер, кооперативте общий оборот 10 миллиард теңге. Соның 10% резервный счет деген ұғым бар. Оны білесіздер, любой жерде болады ондай нәрсе. Резервке біздер 1 миллиард теңгеге кооперативке мүлік алды. Бұл жердегі мақсат кооперативке арзан алып немесе рассрочку алып кооперативтің атында болу. Мен өзімнің алған мүлікті кооперативтің атына тіркедім. Түсінесіз ба? Яғни мен үй алудың мақсаты. Енді мақсатым мен үй болды. Ол кәдімгідей менің тікелей мақсатым. Ал ол үйлі болу мақсатында менің еще жауапкершілігім бар бұл жерде. Сондықтан мен өзім атыма тікелей, мысалы біздерде қазір әрбір пайшық өз атына тікелей алып жатыр. Түсінесіз? Бірақ менде ондай құқық жоқ. Өйткені менде жауапкершілік бар. Сондықтан мен әрбір алған үйді болсын, мүлікті болсын, не біреудің атына, не тумалардың атына жазудың құқығым жоқ, сондықтан оның бәрі кооперативтің атында. Бұйырса мен қалай істеуге болады, юристтермен ақылдасам, насколько конфиденциально, насколько не. Но в любом случае скоро не бітет, аудит бітет и полный отчет берілетін болады. Хорошо? Сондықтан мынандай өсектер. Арген Түркиядан үй сатып алыпты. Арген өзіне машина сатып алыпты. Арген өзіне, білмеймін, бизнес ашыпты деген нәрселерді кім соны айтады? Келіп дәлелдемейінше, өткені кеше сондай нәрсені жазған, есімі кім еді, есінде ме? Жарайды. Нұрхан. Нұрхат деген жігіт жазған, мен оны бүгін жаздым, кел деп. Бұйырса келсе, прямой эфирге шығамыз, дәлелдесін, өткені мен өз тарапынан құжаттарымды дәлелдеп қойдым. Сондықтан неге мен оны дәлелдеп қойдым? Өткені кооператив ашар алдында мен атында не болды, не болмады, ол бар. Және кооперативте 2 жылдан бері астам отырғаннан бері мен туысқандардың атында, яғни анамның, әйелімнің, қарындасымның, өзімнің, інімнің атында не бар? Соны көрсете аламын да. Осыны біліп қойыңыздар. Яғни бір жерде бір өсек шығарып жатса, мен міндетті түрде жауабын берем. Өткені ол менің арым, намысым. Өткені бұл менің жауапкершілігім. Өткені бұл халықтық жоба. И бір какой-то бір адамдар. Мен әйел адамдардың өсегіне қарамайым, оларды оқымайым да. Бірақ ер адам, ер азамат айтса, мен оған жауабын берем. Неге? Өткені ол да жауабын қайтару керек. Бүгінгі күнде Қазақстан бойынша 1000-нан астам үй алды, иншалла. 1000-нан астам. Жаңа таңертең маған бір апамыз келді. Енді біздерде батыста
кәдімгідей үлкен, өзінен бір жас үлкен адамды да апа дей береді. Сондықтан шығыс жақтың елі болса қалмаңыздар, бір жаңағы үлкен бір 60-80 жастағы кісі деп. Кәдімгідей елуге жақтап қалған, по-моему да 45-тегі бір апай келді. Енді қараңыздар, ол кісі айтады, маған қанша күту керек дейді. Мен не істеймін енді дейді. Мен ақшамды алып кетейін дейді. Мен всегда айтамын, в любом случае біздер сіздің ақшаңызды сақтап қойдық, любой момент алып кете аласыз. Ол кәдімгідей проблема емес бұл жерде. Жақсы ма? Енді қараңыздар, бұл жердегі мақсат біздерде қазір аяққа тұру, және де ең басында біздер нөлден бастадық. Ханымдар мен мырзалар, осыны бір ұғып алыңызшы. Біздер нөлден бастадық. Біздер не то что бірге квартира бермеген, лично өзім квартирде жүрген адамбын. Ал қазір біздің кооператив 1000-нан астам квартира берді. Общий оборот 10 миллиард теңгеден асып кетті. Қалай ойлайсыздар? Сол кезде мен ровно 2 жыл бұрын тек наурыздың 18-і офисте отырып, әлі бірде-бір квартира бермегенімде сенімді болды ма? Немесе 2 жылдан кейін 1000-нан асқаннан кейін 1000 пәтер бергеннен кейін сенімді ма? Қалай ойлайсыз? Логика қайда? Немесе бұның бәрі тек қана байып кету үшін істелінді ме? Ал байып кететін болсақ, мен счетымды көрсете аламын. Мен спокойно мүліктерімді көрсете аламын. Онымен қоймастан туысқандарымда да счеттарын, мүліктерін көрсете аламын да. Егер де қазір тап сондай кооператив маған топ беретін болсаңыздар, тап осылай обращаться етіп, тап осылай адал істейтін, онда мен мұрымды кесіп берейін. Бар, мен айтпайын. Бірақ именно маған тиісетін болсаңыздар, онда келіп кешірім сұрайтын боласыздар. Өйткені мен өз артымнан бұл дүниеде мүлік қалдыру, бай болу, бала шағама бір асарлатқан, бір асып кеткен байлық қалдыру мақсатында емеспін. Менің бала шағамның ризығы өздерінде Аллахтан. Менің мойымда міндет жоқ оған байлық тастап кету. Менің міндетім оған ар не, намыс не, иман не, еңбек не екенін түсіндіріп кету да. Сол мақсат, білім беру. Сондықтан мен түсінбеймін, мен ол ақшаны не істейтінімді жинағанмен. Түсінесіз бе? Сондықтан мен айтам, сондықтан мен деген не істеймін? Любой момент ответ ұстай аламын да. Солай. Сондықтан бір жерде, бір өсек, бір әңгіме естейтін болсаңыздар, тікелей айтыңыздар. Оны барыңыздар да аргеннің бетіне айтыңыздар. Түпкі мақсатымыз үй біздердің. Басқа біздерде вариант жоқ. Шыдамасқа басқа вариант жоқ. 20 жыл біздерді Алла Тағала сынап, әрбір адамның сасық үйін жалдауға мәжбүр етті. Енді соңғы жобаны тауып біздер, мынау енді біздерде бір алып шығатын дегенде, Алла Тағала тағы да бір сынақ беру, сынып кету енді ол өзімізден де. Бұл жерде уже біздер ертең басқа біреуге кінә арта алмаймыз. Мен бұны ер азаматтарға айтып отырған жоқпын. Өйткені ер адамдар, олардың міндеті біреуге міндет сенбей, жан ұясын қорғау, жан ұясын әдемі өмірде өсіру. Ал әйел адамдарға өкінішке орай, қазіргі таңда әйел адамдарға көптеген көмек керек. Сол себептен біздер не істейміз? Әр алған нәрсені кооперативке миллиард деген ақшаға үй алуға болар, 1 миллиард теңгеге. Бірақ біліңіздер, ол үйлер кооперативтің атында тұрғанда, айтайын, бір жағдай болған кезде ең бірінші ешқандай талқылаусыз, сотсыз, арпалысусыз, просто сатылады, ақшасы халыққа қайтарылып беріледі.
Ал араңызда бір пайшық бар ма? Сарыағаштан басқа, и тағы да 1-2 адамнан басқа. Кооперативте өзінің үйін қалдырған, өзіне жазбаған. Жоқ, мынау халықтың ақшасы, халықтың үйі, мен пока төлеп шықпаймын, мен бұны өзіме алмаймын деген адамдар бар ма? Көрдіңіз бе? Сондықтан келген адамдар, кеткен адамдар, әрқайсымызға Алла Тағала сабырлық берсін, иншалла. Бәрін түсініп отырық. Бәріне просрочка бар екен білеміз. Өйткені біздер күні түні бұл кооперативті қалай дамытамыз, қалай істейміз, қалай халыққа көрсетеміздің мақсатын ойластырып отырық та. Соның ретін шығарып отырық. Қазір иншалла көптеген тағы мемлекет тарапынан болсын, аннан болсын, мынан болсын возможностьтар шығып жатыр. Оның бәріне уақыт керек. Солай. Сондықтан, құрметті үлескерлер, мақсатымыз белгілі, жолымыз бар. Бұл жерде тек қана сабырлық керек емес. Бұл жерде сабырлық керек емес. Бұл жерде тек қана сабырлық емес. Бұл жерде белсендік, қатысу керек кооперативтің өміріне. Өйткені кооператив ол меніңкі емес. Кооператив біздікі. Әрбір 50 000 теңге, 10 000 теңге салған адамның заты бұл, мүлкі. Үй алған адамдар, үйдің ақшасын төлемей аманатқа қиянат етсеңдер, осы халықтың алдында қарап боласыңдар да. Менің алдында емес, кооперативтің алдында емес, халықтың алдында, қарапайым халықтың алдында. Неткені, бұл жерде жетімі бар, жесірі бар, мүгедегі бар, жаңғызбастысы бар, неше түрлі адамдар бар. Олар өздерінің соңғы ақшаларын алып келіп осы жерге салып жатыр. Ал біздерде, оказывается, арамызда еще адамдар бар, үй алып, төлемей қалған бірнеше адам бар екен де. Көрдіңіздер ме? Сондықтан барлығы белгілі, барлығы түсінікті. Біздер білеміз, 1 жыл жарымнан бері просрочка істеп жатыр. Оның барлығы бір жерде мүмкін деген әңгіме емес. Оның барлығы біздер күн сайын ойлап, талпынып, ізденіп отырған сұрақтарды. Сондықтан тек қана сабырлық сақтап, тек қана біреуге шағым айтып отырудың нәтижесі болмайды. Тұру керек, жұмыс істеу керек, еңбектену керек. Кооперативті дамыту керек, өйткені кооператив біздің соңғы үмітіміз. Жақсы ма? Вкратце на русском языке хочу сказать то, что сейчас было. Сейчас в комментариях я вижу, например, да, какие-то там выкрики, высказывания людей, но тем не менее, когда это пишут женщины, я внимания не обращаю, потому что это женщины, да, их сущность, их позиция, понимание жизни, это вот такое. Сейчас она выскажется, скажет, с нее никто спрос не будет делать, потому что это женщина. А вот когда вещи такие, как этот человек обманул, этот человек украл, этот человек обогатился, и это пишет мужчина, то он должен ответить за свои слова. Если вчера в комментариях мужчина по имени, опять забыл имя, сказал, что я в Турции купил недвижимость, либо я лично себе купил автомобиль в кооперативе, пускай придет мне и покажет. Но я со своей стороны скажу обратное, да? То есть покажу все свои документы. Каким я был до открытия кооператива, что на моем имени было, что было на имени моей жены, что было на имени моей мамы и так далее. То есть ближайших родственников я могу показать. Там то, что было, так и осталось. То есть то, что я беру, якобы, кто-то говорит, для себя. Да, возможно, я там живу. Возможно, я на машине езжу.
Но это все вещи, которые зарегистрированы в кооперативе. Имейте в виду. А вещи, которые зарегистрированы в кооперативе, это не чья-то вещь, не чья-то имущество, не чье-то имущество. Это ровная компетенция всех пайщиков и кооператива. В случае чего? В случае, если кто-то что-то, скажем, будет, да, то первым уходит с молотка это имущество кооператива. Знайте, я купил дом в Уральске на имя кооператива. Но это было вложение, во-первых, в рассрочку, во-вторых, дешево. Я купил на кооператив в Алмате квартиру, да, у наших пайщиков, чтобы вы понимали, что это не простые слова, что эти пайщики могут прийти подтвердить мои слова, что я у них брал дешевле стоимости рыночного и в рассрочку. Почему в рассрочку? Потому что у нас резервный фонд, и этот резервный фонд должен на имя кооператива всегда покупать недвижимость, либо ценные бумаги. Понимаете, да? И оно у нас есть. И я вам гарантирую, что пока я не умру, на мое имя не будет с кооператива переписано ни одно имущество. Иншаллах. И у меня нет цели обогатить своих родственников, тем более детей. У меня есть цель обучить детей, научить детей, как жить, как работать, как трудиться. Это моя цель, моя жизнь, мое кредо. И те люди, которые хотят, хейтеры наши, что-то сказать, прежде чем сказать, подумайте, сможете ли вы доказать. Если нет, тогда придумайте предложение, как вы будете извиняться перед народом. Потому что кооператив – это взаимопомощь, это не один человек, это весь народ, который в кооперативе. Окей? Договорились? Вкратце на сегодня вот это все. Я сохраню прямой эфир и посмотрим. Те, которые говорят, что я не говорю на русском языке, домотайте до конца, там будет на русском языке. Те, которые говорят, что я не говорю на казахском языке, посмотрите начало, и там будет на казахском языке. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.